Сәлем достар, Гүзаттың каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен үйден, яғни тапанан пісірейін деп жатырмын. Соны рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге осындай шұңғыл ыдысымыз қажет. Ол ыдысымызға ең бірінші біз осындай бір стакан айранымызды құйып аламыз. Үйдің айраны болса да бола береді. Енді мен дүкеннің айранын құйып жатырмын. Осылай құйып аламыз. Осыған бір жұмыртқамызды қосамыз. Қосып алдық. Енді осы айранымызға жұмыртқамызды қостық. Енді араластырамыз. Міне достар, араластырып алдым. Енді осыған бір үлкен қасықпен, ас қасықпен қантымызды саламыз. Бір шай қасықпен, кішкентай қасықпен тұзымызды саламыз, осындай толтырып. Енді дрожж саламыз. Бір шай қасықпен, міне, осылай кішкене салып жүрейін. Міне, тұзымыз салып алдық. Енді бір араластырып аламыз. Араластырып алды. Енді міне ұнымыз бізде алып алдым. Електен өткізудің қажеті жоқ. Осы ұнымызды салып жылы сумен нанымызды бұқтырамыз. Енді бізде бұқтыру деп айтады. Енді сіздерде қалай айтатынын білмеймін. Әркім әртүрлі айтып жатады. Неге бұқтыру деп айтпай, былай айтады деп, енді әркім әртүрлі айтады. Біз енді қалай үйрендік, солай айтамыз. Міне. Осылай салып аламыз. Қалған ұнымызды да саламыз. Енді жылы суымызды құямыз. Сүтпен де жылытып, ашытып жатады. Енді мен көбінесе осы айранды пайдаланғанды жақсы көрем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Оқырмандарымызға рахмет, қолдап жатады, пікірлерін, тілектерін жазып жатады. Алғысым шексіз. Міне осындай жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Бір кесе айранымызды құйдық, бір шай қасықпен дрожжымызды, бір шай қасықпен кішкентай қасықпен тұзымызды, және бір үлкен ас қасықпен қантымызды салып алдық, әдемі болсын деп. Енді қазір менде бір үлкен қасықпен сұйық майымызды алған болатынмын. Қазір енді сол сұйық маймен осы нанымыздың үстін басып отырып бұқтыратын боламыз. Алды. Ашығанда әдемі болу үшін міне үлкен қасықпен құйып алдық. Енді нанымызды басамыз. Өте жұмсақ, үлпілдек әдемі нанымыз шығады. Енді нанды ашытудың да түрлі әдістері бар. Кейбіреулері сүтпен, кейбіреулері айранмен, кейбіреулері ешқандай айранда сүтте қосып ашытпай, құрғана дрожжды пайдалану арқылы ашытып жатады. Енді мен осындай әдіспен сіздермен бөлісейін дедім бүгін. Міне жұмсақ нанымызды ашытып болдық. Енді қазір бір 20-25 минутқа жылы жерге қойсаңыздар жеткілікті. Кішкене көтерілсе болды. Нанымызды пешімізге салатын боламыз. өздеріңіз
көріп тұрғандай нанды ашытып болдым. Енді бетін жауып, қазір қойып қоямыз. Достар, міне біздің нанымыз осындай әдемі болып көтеріліп ашып тұр. Енді біз бауырсақ пісіргеннен қалған тоң май мен сұйық май араласқан майымызды алып қолымызға жағып аламыз да нанымызды ақырын басамыз. Нанымыз жүп-жұмсақ, әдемі болып тұр. Табамызға осылай майымызды жағып аламыз. Сұйық майдан гөрі осы майды пайдаланған өте әдемі. Жабыспай әдемі болып піседі. Міне, осылай майымызды жағып алдық. Енді нанымызды салатын боламыз. Қолымызға тағы бір жағып жіберейін, жабыспау үшін. Міне, нанымызды көрдіңіздер, осындай әдемі болып, жүп-жұмсақ болып тұр. Енді қазір салғаннан кейін осылай қолымызбен жазып аламыз. Міне осылай қолымызбен жазып аламыз. Енді қазір бір 10-15 минутқа қоя тұрамыз, кішкене көтерілсін. Нанымыз онсыз да жүп-жұмсақ, міне осындай болып тұр. Бірақ көтерілсе, піскенде де әдемі болып тұрады. Сондықтан 15 минутқа қоя тұрамыз нанымызды. Бүгін ерте тұрып, осындай нанымызды ашытып, бір табаннан пісіріп алайын дедім. Енді осы нанымызды осылай ақырын ғана пышақпен, осылай ақырын бетін тіліп шығамыз. Осылай тіліп шығамыз. Енді өте қатты да тілінген жоқ, өз қалаларыңыз бойынша. Міне осылай тіліп шықтым, жақынырақ көрсетейін. Енді қазір пешімізге салатын боламыз 15 минуттан кейін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Осындай нанымызды дүкеннен сатып алмай-ақ үйден жасап дайындасаңыздар, өте дәмді, керемет болып шығады. Пирогтарға заказым көп болғаннан кейін, қазірдің өзінде менде восточный пирог заказ пісіп жатыр. Сондықтан қазір нанымыз, пирогымызды алғаннан кейін бірден нанымызды саламыз. Қалай піскен жөнінде бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Достар, міне бүгінгі мен пісірген тапа наным дайын болды. Енді жақынырақ сіздерге көрсетейін. Осындай жүп-жұмсақ әдемі болып тұр. Үстін басып көрсетейін, міне. Пештен жаңа ғана алып шықтым. Міне осындай үлпілдеп тұр. Енді қазір суытуға қоямыз. Суығаннан кейін ортасын тіліп, қандай болғанын көрсететін болам. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, үйден осындай тәтті нанды сіздер де жасап көріңіздер. Не қараңыздар. Ортасын тіліп алайық. Дүкеннің нанынан үйдің наны әрбір дәмді тәтті болады. Міне ортасы осылай болып піскен. Қараңыздар. Осындай нанды сізде үйден жасап көріңіз. Міне достар, мен ортасының қандай болғанын сіздерге қазір тіліп көрсетейін. Жұмсақ, иісі деген күшті болып тұр. Біздің үйдегілер өзі қолдың нанын жақсы көреді. Дүкеннің нанынан көрі қанша дегенмен үйдің наны тәтті болады ғой. Ортасы осындай болған. Дәл осындай рецептпен үйден сізде қолдан нан салып отбасыңызға ұсыныңыз. Өте дәмді, керемет үлпілдек нанымыз дайын болды. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.